Сәлеметсіздер ме? Бүгін тауар есебін қарастырамыз және алдын ала төлемдерді қарастырамыз. Тауарды сатып алу есебі және сату есебі. Тауарды сатып алған кезде кәсіпорын сатып алушы болып табылады, ал сатқан кәсіпорын жеткізуші болып табылады. Яғни тауарлар жеткізушілерден сатып алынады. Келесі есеп берілген: тауарлар саны 200 дана сатып алынған, бағасы қосылған құн салығымен 224 мың теңге, алдын ала төлем аванс 30%-ді құрайды. Яғни бізде алдын ала төлем бар болатын болса, келісімшарт негізінде алғашқыда алдын ала төлемнің есебі жүргізіледі. Себебі алдын ала төлем дегеніміз алғашқыда ақша түседі, содан кейін тауар жеткізіледі деген сөз. Яғни біз алдын ала төлемді сатып алып жатқандықтан бұл берілген аванс болады, себебі біз сатып алып жатырмыз, жеткізушіге алдын ала төлемді жүргіземіз. Бұл 17-10 шоты дебетке түседі. 17-10 шоты аванстар бойынша берілген аванстар көбейеді және 10-30 шоты азаяды. Сомасы бұл жерде бізде сомасын білу үшін 200 дананы көбейтеміз 224 мың бағасына және көбейтеміз 30% аванс сомасына. Себебі аванс бізде 30%-ді құрайды. 200 дана 224 мың көбейтеміз 30%-ға 13 миллион 440 мыңды құрады. Келесі тауар келіп түсті деген кезде бұл накладной бойынша тауар келіп түседі. Накладной бойынша тауар келіп түскенде дебетке 13-30 отырады, кредитке 33-10. Жеткізушілердің алдындағы қарыздар кредит бойынша көбейеді, тауар да көбейеді. Және бұл жерде бізде тауар көбейген жағдайда біз тауардың бағасын қосылған құн салықсыз көрсетеміз. Яғни қосылған құн салығын бөлек есебін жүргіземіз. Бұл жерде 200 дананы көбейтеміз. Жақшаға ала салайық, 224 мың теңгені бөлеміз 1,12-ге және де көбейтеміз болды 224 мың теңгеге. Нақты 200 дананы көбейтеміз 224 мың, мына жерде 1,0 қосыламыз және бөлген 1,12-ге. 224 мыңды 1,12-ге бөлген жағдайда біз қосылған құн салықсыз бағасын анықтаймыз. Бұл жерде 40 миллионды құрады. Немесе біз былай жасақсақ та болады. 224 мыңды бөлеміз 1,12-ге. Бұл жерде бір тауардың бағасы бізде 200 мыңды құрапты. 200 мыңды енді біз 200 данаға көбейтетін болсақ, бізде 40 миллионды құрайды. Бұл таза тауардың құны қосылған құн салықсыз. Енді қосылған құн салығы бізде 14-21 болады, себебі сатып алған кезде тауарлар құнында қосылған құн салығы көрсетіледі, ол бөлек есебі жүргізіледі. 14-21 актив дебетке түседі, себебі сатылған тауарлардың құнында қосылған құн салығы көрсетіледі және сатып алған жағдайда біз қосылған құн салығын төлеп қоямыз. 33-10 жеткізушіге және тең болады 224 мың минус жақша 224 мың минус 224 мыңды бөлеміз 1,12-ге. Бұл жерде 24 мың бізде қосылған құн салығы болып табылады. Себебі алғашқыда біз көрсеткен кезде бізде таза құны 200 мың болып шыққан, яғни қалғаны 24 мыңы қосылған құн салығы болып табылады. Мына жерге жаза салайын. Таза құны 200 мың, ал қосылған құны 24 мың. Үстіне қосылған құн салығы ККС және мынау құны қосылған құн салықсыз құны. Ортасына қоя салайық.
Енді бұл жерде тауар келіп түскен жағдайда, яғни тауар келіп түсті, яғни 17-де 10 дегенімізді нені білдіреді? Біз алдын ала төлем жүргіздік, жеткізушіге ақшаны төледік, яғни біз тауарды күтіп отырмыз. Тауар келгеннен кейін аванс жабылды дегенді білдіреді. Аванс жабылды дегеніміз тауар келді, жеткізуші өз міндетін орындады деген сөз. Жеткізуші өз міндетін, міне, тауар келіп түсті, қосылған құн салығын бөлек көрсеттік. Яғни тауар келгеннен кейін 17-де 10 кредитке түседі. 17-де 10 кредитке түседі, себебі жеткізушінің қарызы азайды, жеткізуші бізге тауарды жеткізді. Және біз де жеткізушіге төлеген авансқа қарызымыз өтеледі, яғни төлеген авансымыз бізде 13 миллион 440 мыңды құрайды. Қалған қаражатты онда біз жеткізушіге ағымды шоттан төлейміз. Қалғаны онда бізде 40 мыңды қосамыз 40 миллионды қосамыз 24 миллионға, және аламыз 13 миллион 440 мыңды. Қалғаны, яғни 26.584 мың қалды. Жалпы бірігіп қарасақ, бірігіп қарайтын болса 40 миллион 24 мың бұл жалпылама барлық тауарлардың бағасы болып табылады. Бұл жерде ағымды шоттан қалған ақша төленеді, және кімге төленеді? Жеткізушіге төленеді. Жалпылама жеткізушімен байланысты барлық операциялар бір үлгіде жасалады. Бұл жерде тек қана аванстық есеп болғандықтан, аванстық есеп бойынша әрқашанда алдын ала аванс төленеді. Содан кейін тауар келіп түседі, мына екі операция. Одан кейін берілген аванстар аванс сомасына жабылады, яғни тауар келгендіктен 17-10 кредитке түседі, және 33-10 дебетке түседі. 17-10 кредитке түскені, яғни жеткізуші бізге қарыз емес, ол өз қарызын өтеді. Біз олар жеткізушіден күткен тауарымызды қабылдап алдық деген сөз. Ал 33-те 10 бұл біздің қарызымыз алдын ала төленген аванс есебінен жабылды, 13 миллионға дегенді білдіреді. Қалған қаражатымызды ағымды шоттан 33-10, яғни жеткізушінің қарызын өтейміз. Жеткізушінің қарызы мына накладной бойынша мына екі соманы құрайды, 40 миллион 24 мың теңге. Сонымен сатып алынған тауарлар бойынша есебі толығымен қарастырдық. Енді сатылған тауарларға көшейік. Сатылған тауарлар, яғни компания сатушы болып табылады. Сатушы болып табылған кезде мынандай мысал: тауарлар саны 300 дана, бағасы қосылған құн салықпен бірге 336 мың, алдын ала төлем 40%. Алдын ала төлем біз сатып жатсақ, бізге сатып алушы алдын ала төлем жасайды. Бұл жерде аванс берілген болып табылмайды, алынған болып табылады. Неге алынған? Себебі біз сатып жатырмыз, біздің компаниямыз сатып жатқандықтан бізге аванс келіп түсу керек, яғни бізге аванс төлену керек. Бұл жағдайда сома аванс бізге ағымды шотқа келіп түседі, себебі біз сатушымыз, бізге аванс келіп түседі, және бұл аванс алынған аванс 35-те 10 болып табылады. Оның сомасын қалай есептейміз? 300 дана көбейтеміз бағасына 336 мың, және көбейтеміз 40%-ға. 40%. Осы сома бізге ағымды шотымызға түскен жағдайда ғана бұл соманы құрайды 40 миллион 320 мың ағымды шотқа бізге түсу керек сатып алушыдан. Содан кейін ғана біз тауарды қоймадан жүктеп, тиеп, накладнойды толтырып сатып алушыға жеткіземіз, немесе сатып алушы бізден өзі тиеп алып кетеді. Енді сатып алушыға біз накладной берген кезде бізде тағы бір мына жерде жолды мен ұмытып кетіппін, оны қосайын. Сатылған тауарларға қатысты тағы бір есеп міндетті түрде қосылады. Қазір бұл біріншіден бізде тауар сатылды деп қосылған құн салықсыз көрсетіледі, екіншіден қосылған құн салығы бөлек көрсетіледі, және үшіншісі бұл
сатылған тауардың өзіндік құны. Сатылған тауардың өзіндік құны. Тауардың, так, кешіріңіздер, қазақ тілінде сатылған тауардың өзіндік құны. Яғни, өзіндік құны болатын болса, бізде берілгенде өзіндік құны көрсетілмеген. Бірақ біз оны өзіндік құнын есептік баға деп атаймыз. Есептік бағаны мына жерге қосымша берілген мәлімет ретінде көрсетіп кетейік. Мысалы, есептік бағасы, яғни орташа бағасы есеп бойынша 200 мың болсын. 200 мың. Біз қымбат тауарларды сатып жатырмыз, сондықтан 200 мың бұл есептік бағасы өзіндік құны болып табылады. Өзіндік құны. Енді келесі тауарлар келіп түсті дедік. Яғни сатып алушымыз, біз сатушы компания, сатып алушы бізге аванс түсірді. Бұл алынған аванс болады, және біз авансты алған жағдайда, компаниямыз алған жағдайда, компания қарыз болып қалады. Және компанияда пассив 35-10 пайда болады. Алынған аванс әрқашанда пассив. Не себепті? Себебі алынған ақшаға біз тауар жеткізуіміз керек, немесе тауар қоймадан жіберуіміз керек. Және де аванс келіп түскеннен кейін біз қараймыз, шотымызда ақша түсті. Аванс түсті. Енді тауарды қоймадан жібереміз, накладной толтырамыз. Накладной толтырған кезде келесі проводкалар жазылады. Бірінші, тауар сатылған кезде 12-10 дебиторлық берешек пайда болады, және бұл берешек біз үшін тауар кіріс болып табылады. 60-10 бұл тауарды сатудан, қызметті көрсетуден және жұмысты жасаудан түскен кіріс. Бірақ біздің жағдайымызда бұл тауардан түскен кіріс, тауарды сатудан түскен кіріс. Және бұл кірісті біз қосылған құн салықсыз көрсетеміз. Яғни, біз 300 дананы көбейтеміз. Бағасымен бірінші бастайық. 336 мыңды бөлеміз 1,12-ге. Таза құны бізде 300 мың болып табылады. Таза құны, яғни қосылған құн салықсыз. Бұл санды енді көбейтеміз данасына, яғни 300 дана сатылды. Және де сол кезде ғана бізде жалпы құны шығады 300 дана. Көбейткенде 8 дегенді көрсетіп қойдым. 300 дана бізде 90 миллион деген соманы құрайды. Тағы бір рет, тең бағасы жалпы тауардың 336 мың. Бөлеміз 1,12-ге, таза бағасы шығады. Таза бағасы дегеніміз қосылған құн салықсыз бағасы 300 мың. Енді бұл 300 мыңды 300 данаға көбейтуіміз керек. Себебі біз бір дананы емес, 300 дананы саттық. Сонда бізде 90 миллион шығады. Қосылған құн салықсыз. Келесі қосылған құн салықты біз бөлек көрсетеміз. 12-10, 31-30 деп. Біз қабылдаған тауар сатқан кезде сатып алушыдан қосылған құн салықпен бірге қаражатты қабылдап аламыз. Бірақ ол қаражат біз мемлекеттің алдындағы қарыздарымыз. Яғни, жаңа ғана айтып кеттік, 336 мың бұл қосылған құн салықпен құны, алып тастаймыз таза қосылған құн салықсыз құны 300 мың, 36 мың шығады. 36 мыңды көбейтеміз, жақшаға қойып, 300 данаға. Себебі бізде қосылған құн салығы 300 болып есептелді. 300 данаға көбейткен жағдайда қосылған құн салығымыз 10 миллион 80 мыңды құрайды қосылған құн салығы. Себебі тауардың таза құны, мына жерге жазып кетейін, 300 мың, таза құны болғанда қосылған құн салықсыз құны. Таза құны емес, бұл қосылған құн салықсыз құны 300 мың. Ал қосылған құн салығы 36 мыңды құрайды. Себебі ол айырмашылығы. Мынау 336 мыңнан 300 мыңды шегергенде 36 мың қосылған құн салығы болып есептеледі. ККС. 36 мың ККС, мынау ККС-сіз бағасы, қосылған құн салықсыз бағасы, НДС-сіз бағасы.
Енді соңғы накладной бойынша біз сатылған тауарлардың өзіндік құнын есептен шығаруымыз керек. Біз тауарды есептен шығарған кезде тауар кредитке түседі де, өзіндік құны 70/10 дебетке түседі. Және өзіндік құны бізде міне 200 мың деп көрсетілген. Сонда біз 300 дананы, міне 300 дана сатып жатырмыз, есептік бағаға көбейтеміз. Есептік баға дегеніміз есептегі, яғни орташа баға немесе FIFO баға бойынша көрсетілген өзіндік құны. Өзіндік құны бұл жерде 60 миллионды құрайды. 60 миллион өзіндік құны. Енді біз тауарды не істедік? Қабылдап алдық. Тауарды қабылдап алған жоқпыз, кешіріңіздер, саттық. Біз сатушымыз ғой, тауарды саттық. Яғни тауар сатқан кезде бізде дебиторлық берешек пайда болады. Сатып алушы бізге қарыз болады. Және де біз тауарды есептен шығардық. Неге? Себебі біз бұл кіріс, бұл таза құн емес, өзіндік құны да бар. Сондықтан тауарды кредит бойынша азайтамыз, өзіндік құнын дебет бойынша көбейтеміз. Өзіндік құны бізде 200 мың, 300 данаға көбейтеміз, 60 миллион шықты. Енді тауарды біз жөнеткен кезде, яғни накладной бойынша сатып алушыға жеткізген кезде, немесе сатып алушы бізден өзі алып кеткеннен кейін, біздің авансымыз жабылады, алынған авансымыз жабылады. Яғни 35/10 нені білдіреді? Біз компания ағымды шотымызға аванс келіп түсті, яғни біз аванс келіп түскеннен кейін ғана тауарды сатамыз. Тауар сатылды, міне 3 операция жүргізілді, дебиторлық берешек пайда болды, және тауар өзіндік құны бойынша есептен шығарылды. Енді 35/10 біз сатып алушыға қарыз емеспіз, өйткені тауарды міне жібердік. 35/10 кредиттен дебетке ауысады. Неге? Алынған аванстар жабылды. Себебі тауар кетті. Тауар бізден кетті. Кімге кетті? Сатып алушыға кетті. Нақты накладной бойынша тауар кеткен кезде 35/10 аванс жабылады, және сатып алушының қарызы да жабылады. Қандай сомаға жабылады? Берілген аванс сомасына жабылады. Сондықтан мен 40 миллионды мына жерге түсіремін. Енді жалпылама егерде бірігіп есептесем, 12/10-да менде 100 миллион 800 мың деп тұр. Яғни 90 миллион қосу 10 миллион 800 мың, екеуін біріктіргенде мына астында жазым тұр 100 миллион 800 мың. Бұл жалпы тауардың қосылған құн салығымен бірге құны. Осы құнды сатып алушы бізге төлеуге тиіс еді. Бірақ алдын ала төлемі тек 40 миллион болды. Яғни қалғанын сатып алушы тауар алғаннан кейін ғана төлеуі тиіс. Тауар жеткізілді, тауар сатылды, яғни қалған сомасын сатып алушы бізге ағымды шотқа дебетке түсіреді, және сатып алушының қарызы да азаяды. Бұл қарыз нешеге тең болады? 90 мың қосу 10.800, себебі дебиторлық берешегін көріп тұрсыздар, 12/10, 12/10, мына екі сомасы біз тауар сатқанда қосылған құнмен бірге сатамыз. Және міне 100.800 дегеніміз ол жай ғана несі? Жалпы құны. Накладной бойынша 12/10 міне көрсетілген. 100.800. Немесе бұны былай да есептесек болады. Тең 300 дананы көбейтсек 336 мыңға. Яғни міне 100 дана көбейттік 336 мыңға. Бізде шығады 100.800 жалпылама сатып алушы бізге төлеу керек еді. Бірақ ол сатып алушы бізге аванс төлеген 40 мың. 40 мыңды азайтып, қалғаны 60 миллион. 60 миллионды сатып алушы тауар келіп түскеннен кейін ғана бізге төлейді. Яғни аванс жабылғаннан кейін сатып алушы бізге шотымызға қалған ақшасын түсіреді. Яғни сату бойынша бізде ең басты келесі операциялар жүргізіледі. Егер біз тауарды сатсақ, сатушы болып табылсақ, бізге шотқа 35/10 деген шот бойынша аванс келіп түседі. Яғни біз сатушымыз, біздің компания,
бізге ағымды счетқа аванс келіп түсті 40% мына жерде. Содан кейін біз тауарды сатамыз, яғни тауар сатқан кезде дебиторлық берешек пайда болады сатып алушының алдындағы, сатып алушының кәсіпорынның алдындағы қарызы. Және бұл дебиторлық берешекті біз бірінші жолы тауар сатылды деген жерде қосылған құн салықсыз көрсетеміз, яғни 300 мыңды көбейтеміз 300 данаға, қосылған құн салықсыз 90 миллион бағасы. Екінші жолда қосылған құн салығын бөлек көрсетеміз, 12/10 дебет, 31/30 кредит деп. Себебі сатылған кезде қосылған құн салығы пассив болып табылады. Бұны жаттап алсаңыздар болады. Сатылған кезде қосылған құн салығы пассив. Себебі біз сатылған кезде біз төлемейміз, керісінше бізге қосылған құн салықты төлейді, және ол қосылған құн салық бойынша бюджеттің алдында, мемлекеттің алдында қарыз пайда болады. Және біз 36 мың бұл қосылған құн салықты 300 данаға көбейткенде 10 миллион 800 мың шығады. Және үшінші накладной бойынша тауарлар өзіндік құны бойынша есептен шығады. Өзіндік құны дегеніміз бұл есептегі жалпылама FIFO немесе орташа бағасы бойынша көрсетілген тауардың өзіндік құны. 200 мың өзіндік құны болса, оны 300 данаға көбейткен жағдайда 60 мың шығады. Кредит бойынша тауар азаяды, дебет бойынша өзіндік құны шығын көбейеді. Және тауар келгеннен кейін 35/10 аванс дебетке жабылады, және 12/10 кредитке жабылады. Себебі алынған аванстарға сатып алушы қарыз болмайды. Сатып алушы алдын ала төледі ғой, сол төлеген авансқа біз сатып алушының қарызын жабамыз. 40 миллион 320 мыңына сомаға сатып алушы қарыз болмайды. Ал қалған ақшасын сатып алушы ағымды счетқа құяды. Сол кезде 30/10 дебетке түседі, 12/10 кредитке түседі. Қалған ақшасы 60 миллион 480 мың. Яғни мынау 100 мың 800-ден 40 миллионды төлегеннен кейін 60 миллион 480 мың сатып алушы қалған қарызын өтейді. Сонымен бізде бүгінге сату және сатып алу бойынша аванстық төлемдер бойынша есепті қарастырдық. Келесі кездескенше сау болыңыздар.